Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі дәріс сабақ жоспарын құрастыру деп аталады. Бұл сабақ жоспарын құрастыру дәрісін мен шартты түрде 2 бөлімге бөліп отырмын. Бірінші бөлім жалпы сабақ жоспарын құрастыру мәселесін қарастырса, екінші бөлімде қазақ тілі пәні бойынша тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын дамытуға арналған сабақ жоспарын құрастыру мәселелерін кеңірек қарастыратын боламын. Енді сабақ жоспарын құрастыру дегенді бастамас бұрын ғылыми әдебиеттердің бірнешеуіне шолу жасап өтейін. Бірінші бұл трипод, 7 өлшемі, трипод деген ғалымның, трипод 7C. Бұл жерде ғалым жалпы тиімді оқыту дегенне, тиімді оқытуды қалай өлшеуге болады деген нәрсеге 7 өлшемді көрсеткен екен. Яғни К қамқорлық, П қолдау және құрмет, яғни оқушымен қарым-қатынас орнату, құрметтеу, каптивейт қызықтыру, баланы білімге қызықтыру, қалайда назарын аудару, одан кейін clarify түсіндіру, consolidate білімін тереңдету, яғни бар алған білімін ары қарай тереңдетуге мүмкіндік жасау, challenge жігерлендіру, немесе біз айтамыз оқушыға өзінің білетін білімнен артық тағы да бір жоғары деңгейге ұмтылуға мүмкіндік жасау, және сынып менеджменті. Бұл жалпы 7 өлшемді зерттеу құралдарында жақсы қолдануға болады. Егер интернеттен қарайтын болсаңыздар, осы триподтың 7 өлшемі, яғни тиімді оқытудың 7 өлшемі деп аталатын еңбегінің толық нұсқасы берілген. Егер сіздер тиімді оқыту бойынша зерттеу жүргіземіз және соның өлшемдерін білгіміз келеді десеңіз, осы трипод деген ғалымның өлшемдерін басшылыққа алып, мониторинг барысында, жалпы мектептегі тиімді оқытуды бағалау барысында басшылыққа алсаңыз болады. Енді осы 7 өлшемнің әрқайсысына тоқталатын болсақ, осы 7 өлшемді ғалым 3-ке бөлген екен. Бұл бірінші жеке қолдау, яғни мұғалімнің оқушымен қарым-қатынас орнатуы, оқушыны құрметтеуі, өзін бағалайтын, қадірлейтін, өзін қауіпсіз ортада сезінетіндей жағдай жасау, жеке қолдау, яғни жеке адамгершілік қарым-қатынас. Ол өзі 2 өлшемнен тұрады. Қамқорлық, оқушылардың эмоционалдық және академиялық әл-ауқатын арттыру үшін жақсы қарым-қатынас орнату, оқушының қажеттілігін ескеру, психологиялық болуы мүмкін, ол физиологиялық, яғни инклюзия деп жатамыз, оқушының бір жеке қажеттіліктерін ескеру, денсаулығына байланысты болуы мүмкін, немесе мінез ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін. Одан кейін қолдау және құрмет, оқушылардың пікіріне, ойларына, көзқарасына құрмет таныту, оны белгілі бір мектептегі шараларға, немесе белгілі бір жобаларды жүзеге асыруға, атсалысуға ынталандыру, шақыру. Яғни бұл 2 нәрсе адамның мұғалімнің жеке қолдауына жатады екен. Бұл қамқорлық, қолдау және құрмет деп алып отырмын. Қолдау, құрмет, себебі 2 сөз бір мағынаны ашатындай, бірінсіз бірі байланыс орнамайтындай болып көрінген соң, қолдау және құрмет деп аударған болатынмын. Енді келесі ол curriculum support, яғни бағдарламаны қолдау. Жеке қолдау, енді бағдарламаны қолдау. Бағдарламаны қолдау қалай жүзеге асырады? Ол қызықтыру, түсіндіру және білімін тереңдету деген 3 өлшемнен тұрады екен. Яғни оқушылардың біріншіден пәнге, сабаққа деген қызығушылығын арттыру, ол үшін қызықты сабақтар дайындау, қызықты болғанда оқушының деңгейіне сай оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына мүмкіндік жасау, оқушылардың барлығын қатысуына мүмкіндік жасау. Келесі өлшемі түсіндіру, яғни балаға пәннің мазмұны, теориялық ақпараттардың, кейбір қиын ұғымдардың жақсы түсінуге, оларды шатастырмауға барынша жағдай жасау, тақырыпты анық жеткізу, түсінгенін тексеру, бала түсінді ме жоқ па, кері байланыс беру, баланың сұрақтар арқылы. Білімін тереңдету, яғни тек қана теориялық ақпарат қана беріп қоймай, соны қолдануға, синтез жасауға, қорытынды жасауға,
идеяларды байланыстыруға мүмкіндік беру. Айтып отырғанымда тек қана бұл қазақ тіліне байланысты емес, ол барлық пәнге де байланысты. Айталық, оқушы эссе жаза біле ме, енді осы эсседе аргументтерді дұрыс таңдай білу, немесе грамматикалық құрылымдарды, құралдарды, бірліктерді аудиториясына сәйкес дұрыс пайдалана білу, яғни жаңағы қойып отырған мақсаттарды дұрыс түсінуге жағдай жасау, бұл білімін тереңдету болып табылады. Енді үшінші бөлігі, жаңағы тиімді оқытудың үшінші бөліктегі өлшемдері, ол академик пресс дейді, яғни академиялық білім, яғни оқушының ғылыми білімді терең дамытуға мүмкіндік жасау, жағдай жасау. Академия ғылыми дегеннен гөрі академиялық білімін жақсартуға жағдай жасау. Яғни оқушылардың қабілетін толық пайдалану, белсенді жұмыс жасауға мүмкіндік беру, яғни бір оқушыда математикалық дағдысы жақсы, бір оқушыда лингвистикалық дағдысы жақсы, бір оқушы сурет салғанды жақсы көреді, яғни сол жағынан оның білімін тереңдетуге мүмкіндік беру. Мысалы, ол екі өлшемнен тұрады: жігерлендіру, яғни терең ойлауға итермелеу, табанды болуға үйрету, сапалы жұмыс жасауға итермелеу, жай ғана біліп қоймау, соны белгілі бір сапалы деңгейге жеткізуге үйрету, табанды болуға итермелеу, осының барлығы жігерлендіруге кіреді екен. Одан кейінгі соңғы өлшемі академиялық білімге кіретін бұл сынып менеджменті. Жалпы сынып менеджменті деген не дейтін болсақ, ол оның ішіне барлығы кіреді. Сабақ жоспарлаудан бастап, сыныптағы тәртіп, оқушыға жаңағы толық жағдай жасау, сынып оқушыларының арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, материалдарды дайындау, осылардың барлығы сынып менеджментіне кіреді, және сынып менеджменті сабақ процесін жақсы ұйымдастыруға көмектеседі. Енді бұл тиімді оқытудың өлшемдері, айтып отырғандай, ғаламторда ағылшын тілінде толық ақпарат бар, жаңа сауалнамалық сұрақтарының түрлері берілген. Сондықтан осы өлшемдерді мектептегі тиімді оқытуды бағалау барысында қолдануға болады. Енді келесі сабақ құрылымына келетін болсақ, сабақ құрылымы әрине әр дидактик ғалым, әр педагог ғалым әртүрлі құрылымын ұсынады. Тіпті коммуникативтік құзыреттілікке сәйкес мәтінмен жұмыс кезеңдері бар, оның өзінің талаптары бар. Дегенмен Гагне сабақ құрылымының 9 кезеңі деп жаңағы өлшемдерін жасаған екен. Оқытудың бұл өлшемдерді ол 1965 жылы жасаған екен. Кеңестік жүйедегі сабақ құрылымына қарағанда бұл әлдеқайда нақты кезеңдерден тұрады, және бұл қазіргі оқу бағдарламасында қойылатын талаптарға сәйкес келеді. Енді әрқайсысын жеке қарастыратын болсақ, бұл айтып тұр, бұл өлшемдерді барлық пәндерде қолдануға болады. Әрқайсысын жеке қарастыратын болсақ, алдымен оқушының назарын шоғырландыру, екінші оқушыға оқу мақсаттарын айту, ақпарат беру, қандай оқу мақсатын өтеміз. Одан кейін оның алдыңғы білімін тексеру, оқу мақсатына тақырыпқа сәйкес тақырыпты түсіндіру, бағыт-бағдар беру, яғни қандай практикалық тапсырма орындайды, не күтіледі одан. Одан кейін практикалық тапсырмаларды орындау кезінде кері байланыс беру, оқушылардың жеткен жетістіктерін бағалау, және тақырыпты, өткен тақырыбын өмірмен, болашақ бәлкім жұмыспен, мамандықпен байланыстыру. Бұның шынайы өмірмен байланысы қандай бүгінгі үйренген пәннің деп, яғни білімін ары қарай, түсінігін ары қарай тереңдетуге мүмкіндік жасау. Бұл туралы да, Гагне туралы да интернетте ақпарат бар, алып көрсеңіздер болады. Және бұл да сабақ құрылымын дұрыс құрастыруға, немесе осы бағытта зерттеу жұмыстарын жүргізіп жүрсеңіздер, өлшем ретінде, бағалау құралы ретінде басшылыққа алуға болады. Енді өзіміздің министрліктің, білім саласындағы министрліктің сабақ жоспарының құрылымына қойылатын талаптарына келсек, бұл әділет заң KZ сайтында берілген екен. Бұл әдетте
жалпы мұғалімдерге ортақ ереже немесе ортақ үлгі ретінде ұсынылған және арнайы заңмен бекітілген 2019 жылғы 27 желтоқсандағы 293 және бұйрықтың 6 тармағы заңның 7 бабы 1 тармағында 1 тармақшасында бекітілген дейді. Енді бұл жерде сабақ жоспарының үлгісін қарайтын болсақ, ұйым атауы, қысқа мерзімді жоспар, сабақ тақырыбы, білім, педагогтың аты жөні, күні, қатысқан қатыспаған оқушылардың саны, тақырып, оқу мақсаттары, сабақ мақсаты, сабақтың кезеңі, педагогтың әрекеті, оқушы әрекеті, бағалау және ресурстар деп бөліктерге бөлген екен. Енді бұл үлгі барлық пәнге ортақ. Дегенмен, егер жалпы педагогика саласында қысқа мерзімді жоспар деймізсе, бұл енді шет тілінен енген термин бізге. Сабақ жоспарына қойылатын талаптарға келетін болсақ, бұл әртүрлі. Ең бастысы, мен кейін тағы да айтып өтемін, сабақ жоспары ол мұғалімнің жеке құжаты болғандықтан өзі үшін барынша ыңғайлы болғаны дұрыс. Енді бұл сабақ жоспарының әр кезеңіне тоқталмай-ақ қояйын, себебі бұл мұғалімдердің көріп біліп жүрген жаңағы үлгісі. Одан кейінгі мәселе қарастыратын жалпы сабақ жоспары деген не? Оны неден бастаймыз? Практикалық жағын ойластыратын болсақ, оқу мақсаттарын қалай таңдаймыз, оқу мақсаттарын қалай жүзеге асырамыз деген сұрақ. Енді сабақ жоспарын бастамасы бұрын бізде әртүрлі мәселелер болуы мүмкін. Мысалы, 5-ші сыныпта, 6-ші сыныпта, қазақ тілінде, орыс тілінде, математикада деген сияқты. Сол кезде біз қолымызға нені аламыз? Оқу бағдарламасын, соның ішінде ұзақ мерзімді жоспар, немесе өзіңіз құрған күнделікті күнтізбелік тақырыптық жоспар. Соны міндетті түрде шолу жасап, тақырып басталған кезде қолымызға аламыз да, келесі сұрақтарды қояды екенбіз өзімізге. Менің оқушым қазір нені жақсы біледі? Осы тақырып бойынша нені білу оған маңыздырақ. Яғни, сіз алып келетін материал, сіз алып келетін тапсырмалар, осы екі сұраққа жауап беруі керек. Сол кезде осы екі сұрақ оқу мақсатын таңдауға мүмкіндік береді. Енді математика, география, биология сияқты пәндерде әр тараудың өзінің мақсаттары бар, ал тілдік пәндерге келетін болсақ, қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндеріне келетін болсақ, әр тарау бойынша оқу мақсаттары қайталанып келеді. Таңдау ретінде тыңдалымды бере ме, оқылымды бере ме, қайсысын бірінші бергісі келеді, ол оқушының сыныптағы жағдаймен тікелей байланысты. Сондықтан мұғалімге менің оқушыларым қазір нені біледі және нені білу маңыздырақ деген екі сұраққа жауап берген дұрыс екен. Бұл үшін қайталап айтып өтемін. Оқу бағдарламасында көрсетілген ұзақ мерзім жоспарға, күнтізбелік тақырыптық жоспарға сүйенеді екенбіз. Бұл біздегі басты құжат. Себебі осы екі құжат арқылы біздер бағалауды ұйымдастырамыз, кері байланыс береміз. Осы қарау соңында, жыл соңында күтілетін нәтиже осы бағдарлама аясынан шықпау керек екен. Келесі, сабақ мақсатын таңдаған кезде жалпы жаңағы Teaching Knowledge Test деген кітаптарда немесе осы сабақ жоспарын құрастыру практикасында оқу мақсаттарын екіге бөледі. Ол негізгі оқу мақсаты, яғни сіздің тарауыңыз бойынша ұсынылған оқу мақсат, мақаланы үйрету, стильдерді үйрету сияқты оқу мақсаттары келетін. Қысқа пәннен мысал ала алмай отырмын. Содан кейін белгілі бір айталық эссе жазуды үйрету үшін сізге мысалы белгілі бір грамматиканы қосымша үйрету керек, қосымша материал әкелу керек. Сондықтан оқу мақсаттарын негізгі қосымша оқу мақсаты деп екіге бөліп қараймыз. Қосымша оқу мақсаты ретінде кейбір тараулардан қалып қойған, бірақ аса осы сабаққа аса қажетті мақсаттарды қолдануға болады. Енді бұл негізгі қосымша оқу мақсаты. Ал оқу мақсатынан бағдарламада көрсетілген біздің сабақ мақсатымыз шығады. Сабақ мақсаты ол көп жағдайда
негізгі оқу мақсаты көлемді болғаннан кейін айталық кіріспе негізгі қорытынды бөлігін қамти отырып эссе жазу десек, біз осы 3 бөліктен тұратын эссе жазуды 1, 2 немесе 3 сабаққа бөлуіміз мүмкін. Сол кезде біз сабақ мақсатын жеңілдеу қылып, барынша нақтырақ қылып ұсына аламыз. Ал оқу мақсаты көлемдірек немесе күрделірек болатын себебі ол жыл соңында күтілетін нәтиже, тарау барысында күтілетін нәтиже болғаннан кейін қажетті білімді, дағдыны толық беруге тырысады. Енді келесі сабақ мақсаты, жаңа айтып өттім, сабақ мақсаты ұзақ мерзімді жоспардағы оқу мақсаттарынан алынады. Көлемді оқу мақсатын бірнеше сабақ мақсатын жіктеуге болады. Сабақта 2-3 оқу мақсатынан алмаған дұрыс. Себебі одан көп болып кетсе, 40 минут ішінде біздер оған қол жеткізе алмаймыз. Одан кейін оқу мақсаттары арасында байланыс болған дұрыс. Жай ғана күйінде ала салмай, материал барысында оқушыға барынша игеруге жеңіл болу үшін бір-бірімен байланысты алғанымыз дұрыс. Содан кейін сабақ мақсаты нақты берілу керек, жалпы болмау керек, өлшеуге, тапсырма құрастыруға мүмкіндік беретіндей болу керек. Оны кейде смарт мақсаттар деп айтамыз. Оқу мақсаты сабақтың алғашқы уақытында түсіндіріледі екен. Жаңа Гагненің 9 инструкциясын айтпауым бекер емес, 9 нұсқаулығын, яғни мені оқушының назарын шоғырландыру, одан кейін оқушыларға оқу мақсаттары туралы ақпарат беру. Бұны құрастырып отырған ғалым Гагне негізінен психолог, және ол оның білімді игерудің жаңағы психологиялық процестермен байланыста алған екен. Енді одан кейін жалпы сабақ жоспары дегенімізде әркімде әртүрлі ассоциация болуы мүмкін. Бір үшін ол оқиға, басынан аяғына дейінгі сабақ үстінде жүретін. Бір үшін ол нұсқаулық, бірінші мына қадамды жасаймын, екінші мына қадамды жасаймын, үшінші. Біреулер үшін бұл теледидар бағдарламасы секілді жақсы бір шоу түрінде, бір есте қаларлықта етіп өткізу. Яғни әртүрлі адам сабақ жоспарын әртүрлі жоспарлайды, және ол оны бір өзі үшін әртүрлі оқиға ретінде, құбылыс ретінде қарастырады. Сабақ жоспарының кезеңдеріне тоқталатын болсақ, сабақ жоспарының кезеңі негізінен 3 кезеңге бөлінеді. Сабаққа дейінгі кезең ең маңызды кезең бұл, себебі осы кезде біз оқу мақсаттарын таңдаймыз. Оған қол жеткізу үшін сабақтың әр кезеңін жоспарлаймыз. Орындалатын тапсырмаларды сипаттап жазамыз. Яғни оқушылардың назарын шоғырландырудан бастап, үйге беретін тапсырмаға дейін осы сабаққа дейінгі кезеңде толық жоспарлауымыз керек. Сондықтан сабаққа дейінгі кезең өте маңызды. Егер осы жерде тапсырмалар, оқу мақсаттары дұрыс жоспарланбаған болса, кейін сабақ үстінде жаңағы жақсы нәтижеге қол жеткізу мүмкін болмайды. Енді сабақ кезеңінде біз не істейміз? Жоспарлаған нәрселерімізді жүзеге асырамыз, оны бақылаймыз, қаншалықты дұрыс жүріп жатыр. Мен тапсырмаларды тиімді таңдай білдім бе, бағалауға қаншалықты көңіл бөлдім, тапсырмалар көп болып кетті ме, аз болып кетті ме, жеңіл ме, қиын ба. Осы сабақтың жүргізілу барысында жаңағы бақылап отырады екенбіз. Сабақ жүргіземіз, әрі бақылау жүргіземіз өзіміздің әрекетімізге. Сабақтан кейінгі кезең бұл әрине рефлексия жүргізу. Не жақсы жұмыс жасады, не нашар жұмыс жасады, әрі қарай қалай дамытсам болады, оқушылардың деңгейі қалай, қандай тапсырма қиын немесе оңай болды, келесі жолы не жасағаным немесе не жасамағаным дұрыс деген сұраққа осы 3-ші кезеңде жауап береді екенбіз. Енді бастысы есте сақтайтын нәрсе, оқу жоспарын жазған кезде, сабақ жоспарын жазған кезде барынша қарапайым
сөйлемдерді қолдану, яғни ол сізге түсінікті болу керек. Әр кезеңді нақты жеке жазып, мысалдарын жазып қою, себебі сіз мысалдар болған кезде не айтқыңыз келетіні көрініп сабақ барысында ұмытып кетуіңіз мүмкін кейбір нәрселерді. Оқу жоспары детальді әрі оқуға оңай болу. Яғни алдымен ол сіз үшін оңай болу керек. Мұғалім түрлі түсті қаламдарды қолдана алады, түрлі түсті жаңағы суреттерді қолдана алады. Тіпті сыныптағы оқушылардың партада қалай отырады, соның сызбасына дейін сабақ жоспарында ұсына алады. Содан кейін сабақ жоспарындағы ең маңызды нәрсе ол үнемі тек қана бір үлгіде, бір кезеңде дайындау емес, барынша түрлендіріп отыруға тырысу сабақтың кезеңдерін. Сол кезде ғана оқушыларды жалықтырып алмаймыз. Одан кейін сабақта бір түрлілік пайда болады. Енді ең соңғы дәрістің ең соңғы ақпараты бұл сабақтың жылдамдығы. Кейде тапсырмаларды тез орындауға, уақытында орындауға жаңағы талап етіп отырсақ, кейде асықпай орындауға да мүмкіндік беру керек. Яғни үнемі жылдамдықты талап ету, кейде асықпай орындауға да мүмкіндік беру. Оқушылардың жұмысын ұйымдастырған кезде сабақ барысында жеке, жұптық, топтық жұмыстарды кезек қолданып отыруға жағдай жасау. Кезек ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Оқушы тапсырманы жеке орындауы мүмкін, жұпта салыстырса, топта талқыласа, осының өзі дифференциацияға көп мүмкіндік береді. Дағдылардың рецептивтіден продуктивтіге түрленуі. Рецептивті деп тұрғанымыз тек қана қабылдау, теория ғана емес, оқушылардың сабақ соңында бір белгілі бір өнім, ауызша, жазбаша, практикалық тапсырма дайындауға жағдай жасауы. Күрделілік деңгейі бірде жеңіл, бірде күрделі болуы мүмкін. Бірде сыни ойлауды қажет етуі керек, бірде шығармашылық тапсырмалар ұсынуға болады. Яғни күрделілік деңгейі де түрленіп отырғаны дұрыс. Мазмұны, енді мен бұл жерде грамматика, қазақ тілі, сөйлеу әрекеттері бойынша ұсынып отырмын. Ол да түрленіп отырған дұрыс. Көңіл-күй кейде болады, кейбір мұғалімдерде сабақ бір тонда жүргізіледі, монотонны деп айтады ғой орысша. Яғни дауысының ырғағы бір қалыпты болады. Кейде бұл да баланы жаңағы жалығып кетуіне немесе назарын қойып тыңдай алмауына кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан сабақта да мұғалімнің дауыс ырғағының бірде көңілді, бірде бір жайбарақат, бірде бір қалыпты, кейде бір юмор араластырып, жаңағы әзіл араластырып, балаларды тартып отыруға тырысу керек. Себебі 40 минут бойы баланың назарын ұстап отыру өте қиын. Сондықтан көңіл күйдің де түрлі болуы өте маңызды. Енді бұл баяндамада мен негізінен жаңағы Teaching Knowledge Test деп аталатын TKT кітабында берілген материалдардан алдым. TKT деп терсеңіздер, Teaching Knowledge Test деп терсеңіздер, бұл ғаламторда қолжетімді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі бөлікте қазақ тілі бойынша сабақ жоспарлаудың негізгі талаптарына тереңірек тоқталатын боламын.